Сәлем достар! Армандағы өмір қандай болады? Соны айтып өтейік. Ең бірінші қағида. Армандарыңыз өте көп болсын. Екінші қағида. Армандарыңыз ұзақ уақытқа арналсын. Бірден неге деген сұраққа жауап берейік. Егер арманыңыз бірен-саран болса, оны сіздің миыңыз түпкі сана деңгейінде қалай болса да орындамауға тырысады. Ол арман орындалса, өмірім бітіп қалады, өмірімнің мәні кетіп қалады деп қорқады. Сондықтан ұзақ уақыт сол арманды орындамауға тырысады. Екінші қағида бойынша айтсақ, көбінесе адамдар аз уақытқа ғана, яғни 5-10 жылға ғана армандайды. Сіз ойланып көрдіңіз бе? Сол армандарыңыз мысалы орындалып кетсе, орындалған соң ары қарай не қалайсыз? Түсінікті болу үшін танымал жұлдыздарды алайық. Спорт жұлдыздары, кино жұлдыздары, олардың арасында бір түннің ішінде танымал болғандар бар. Атақ, даңқ, ақшаның астында қалған, армандары бірден орындалып кеткен адамдар. Бірақ ол адамдарды байқағанымыздай наркотизм, алкоголизм, депрессия, тіпті суицидке ұшыраған жұлдыздарды кездеседі. Неге ондай күйге түскенін бір сәтке ойланып көрдіңіз бе? Бұлай қараса, ол адамдарда барлығы бар. Атақ, даңқ, ақша, бақыт, қалағанын жасай алады. Бірақ түбінде өмірдің соңы жақсы аяқталмаған. Неге бұлай болды деп тереңірек сұрап көрейік. Адамның қысқа уақытқа ойлаған арманы орындалып кеткен соң, көбісі әрі қарай не қалайтынын білмейді. Яғни, бұған дейінгі қатты қалаған, көп армандаған қалаулары пісіп жетілді де орындалды. Арман деген құмарлықтың тұтас жиынтығы. Арманның орындалуын күту, көз алдыңызға елестету. Осы сезім қаншалықты ұзақ болса, соншалықты адамға күш-қуат береді. Жай арман және жанып тұрған арман болады. Сол жанып тұрған армандардың орындалуы тез. Бірақ сол қатты қалаған арман орындалған соң, әрі қарай шабыттандыратын арманы жоқ болған соң, адамның қайғы мұңға түсуі, депрессияға ұшырауы содан болады. Енді 90 сөздің тобықтай түйініне келсек, армандағы өмір деген арманнан арманға өмір сүру дегенді білдіреді. Сол арманның жиынтығы бүкіл өміріңізге жететіндей болу керек. Шамамен адам 100 жыл өмір сүреді деп алсақ, сол 100 жылға армандап тастаңыз. Шын жүректен армандаңыз. 5 жылдан соң өзіңізді қалай көресіз? 10 жылдан соң қандай жетістікке жеткіңіз келеді? 30 жылдан соң, 50 жылдан соң қандай жетістікке жеткіңіз келеді? Қандай жұмыс жасап жүргіңіз келеді? Қандай табыс тапқыңыз келеді? 80 жылдан соң өзіңізді қандай адам болғаныңызды қалайсыз? Қай жерде саяхаттап жүргеніңізді қалайсыз? Ешқандай адам ойламаған нәрсені, балалық шақтағы арманыңызды орындағыңыз келетін шығар. Бүкіл өміріңізге армандап тастаңыз. Тіпті осы өмірден кейін не болғанын қалар едіңіз? Келесі өмірде не қалар едіңіз? Көп адамдар айтады, не үшін армандаймын? Армандаудың қажеті жоқ. Осы уақытты сүріп алайын, кейінгісін көрерміз деп айтады. 50 жылдан кейінгі өмірді армандасам да, олай болмайды ғой, өзгеріп кетеді деп айтады. Онысы да дұрыс қой. Бірақ мен сіздерге не үшін армандау керек екен айтайын. Армандарыңыз пісіп жетілу үшін. Бірінші деңгейдегі армандар орындалған соң, екінші деңгейдегі армандар жетіліп бастайды. Орындауына аз қалып, тез орындалуына барынша мүмкіндік туады. Міне, осы армандағы өмір болып саналады. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бұл деген сіздің маған айтқан рахметіңіз деп түсінемін.